Сәлем, мен Аскербек. Ғарыш әлемінде көптеген қауіпті және өте жойқын аспан денелері өте көп. Бірақ солардың ішіндегі ең қауіптісі бұл қара құрдым. Ғылыми теорияға сенсек, қара құрдым ғарыш кеңістігіндегі жойқын гравитациясы бар және тығыздығы өте жоғары аспан денесі. Қара құрдымның тартылыс күшінің қуаттылығы соншалық, тіпті жарықтың өзі одан шыға алмайды. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл кәдімгі шаң сорғыш секілді айналасындағы жақын денелердің барлығын өзіне тартып, сыртқа ештеңені шығармайды. Қара құрдым жұлдыздардың жойылуынан пайда болады. Барлық жұлдыздардың өз тартылыс күші бар. Сол тартылыс күші жұлдыздың сыртқы қабатын үнемі ішке тартып тұрады. Жұлдыздың ішіндегі термоядролық процестер мен жоғарғы температураның арқасында оның тығыздығы мен өлшемі бір қалыпты күйде тұрады. Уақыт өте келе жұлдыздың ішіндегі термоядролық процесте керек элементтер таусылып, оның тартылыс күші жұлдызды кішірейтіп, тығыздығы мен гравитациясын миллион есе арттырып жібереді. Осылайша жұлдыздар қара құрдымға айналады. Бірақ ол үшін жұлдыздың көлемі біздің күнімізден шамамен 3-4 есе үлкен болуы тиіс. Біздің жер планетамызды қара құрдымға айналдыруға болады. Бірақ ол үшін біздің жер шарымызды тиынның өлшеміне дейін кішірейту керек. Бірақ бұндай әрекеттерге біздің технологиямыз әлі жеткен жоқ. Қара құрдымның тартылыс күшінің басталатын аумағы, яғни шекарасы оқиға көкжиегі деп аталады. Егер біз оқиға көкжиегінен өтіп кетсек, қара құрдымның тартылыс күші бізді жібермейді, яғни кейін қарай жол жабылады. Тіпті ең жылдам болып саналатын жарықтың өзі шығып кете алмайды. Егер де сізді байқамай қара құрдым тартып кетсе, не болады? Ең алдымен сіздің денеңіз созыла бастайды. Қара құрдымның ортасына жақындаған сайын денеңіз одан сайын созылып, соңында сізді толығымен жойып жібереді. Жойқын тартылыс күші сізді молекула мен атомға бөліп болған соң, сізді қара құрдымның ортасындағы сингулярлық күй күтіп тұр. Ал сингулярлық күй дегеніміз барлық ғылыми заңдардың жойылып, тығыздық шексіздікке жетіп, тіпті уақыттың өзі тоқтап қалатын күй. Әрі қарай не болатын белгісіз, бірақ бұл жайлы бірнеше ғылыми теориялар бар. Сондай теориялардың біріне сенсек, қара құрдым ғаламның басқа бөлігінен шығаратын портал немесе телепорт секілді. Қара құрдымның гравитациясы мен тығыздығы шексіз болғандықтан, ол өзінің сингулярлық күйінің арқасында уақыт пен кеңістік континуумын бұрмалап, ғаламның басқа бір бөлігіне шығара алады. Дәл осы процесс сіздерге түсінікті болу үшін мен қарапайым тілмен айтып көрейін. Мысалға, сіз А нүктесінен Б нүктесіне дейін баруыңыз керек. Ол үшін сіз біршама арақашықтықты жүріп өтесіз. Ал теория бойынша қара құрдым осы кеңістікті бұрмалайды. Яғни кеңістік континуумын бұрмалайды. Сол кезде мына жақтағы А нүктесі мен мына жақтағы Б нүктесі бір-біріне өте қатты жақын. Ол қара құрдымның арқасында. Сол кезде сіз А нүктесіне Б нүктесіне дейін бір мезетте өтіп кете аласыздар. Бірақ бұл жай ғана теория. Тағы бір ғылыми теорияға сенсек, қара құрдымның ішінде басқа бір әлем болуы мүмкін. Тіпті біздің әлемде қара құрдымның ішінде болуы мүмкін. Барлығымыз білетін үлкен жарылыс теориясын сенсек, біздің әлем тығыздығы шексіз сингулярлық күйдегі объектіден пайда болған. Қара құрдымда дәл сондай сингулярлық күйдегі тығыздығы шексіз объект. Сондықтан ғалымдар осы қара құрдымда бөтен бір әлем бар деп болжаған. Бірақ бұның бәрі тек дәлелденбеген теориялар ғана. Қара құрдым ең аз зерттелген объектілердің бірі. Сондықтан ол жайлы ақпарат өте аз. Сондықтан сен өзіңді дамыт. Видео ұнаса әрине лайкты басып каналға тіркелеміз. Келесі видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, сол кезде ең бірінші болып көресіздер. Әдеттегідей сіздердің болған мен Аскербек, өзің дамыт, сау болыңыздар. Пока.